Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз татар кухнясынан уч-пучмактар дайындаймыз. Ашытқылы нанда арнайы салмасы бар дайындалатын тағам өте міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Жасамастан бұрын менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз оны жасау үшін сүтімізге тұзымызды, қантымызды және ашытқымызды қосып жақсылап тұрып араластырасыздар. Кейін араластырып алғаннан кейін оған бір жұмыртқаңызды қосып тағы да араластырасыздар. Жұмыртқалы массамызға ұнымызды қосып жақсылап тұрып оны да араластырып, осындай қамыр секілді масса пайда болғанша жақсылап араластырып аласыздар. Және де оған бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосып, бір келкі қамыр пайда болғанша жақсылап тұрып илеп аласыздар. Кейін осы иленген қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоясыздар. Бұл қамырымыз көтерілгенше біз салмамызды дайындасақ, фаршымызға біз картофелімізді, пиязымызды, тұзымызды және де сұйық майымызды қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Кейін көтерілген қамырымызды аламыз да бірнеше бөліктерге бөліп, дөңгелекше етіп, домалатып аласыздар. Видеодағыдай мен бірінші қамырдың өзін 2-ге бөліп алдым да, кейін әр бөлігін жеке-жеке кішірек бөліктерге бөліп, дөңгелетіп дайындап алдым. Кейін әр дөңгелек қамырларды жақсылап тұрып жұқалау етіп, тым қатты жұқа етпей дөңгелетіп жайып аласыз да, ортаңызға салмасын салып, формаға келтіресіз, яғни 3 бұрышты формаға келтіріп, ортасын ғана кішкене ашық қалдырасыздар. Және де осы формаға келтірген уч-пучмактарды тағы да бетін жауып, жарты сағатқа көтерілуге қойып қоясыздар. Дайын болған уч-пучмактардың шетін мен осылай әдемілеп түйіп алдым. Міндетті түрде емес, сіздер түймей қойсаңыздар болады. Кейін жұмыртқаның сарысын жағып шығып, 180 градуста 35-40 минут пісіріп алдым. Осындай өте дәмді, керемет уч-пучмактар дайын болды. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.